Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Сіздерге бүгін дастарханның сәні болатын, өте дәмді әрі тез дайын болатын осындай шпинатты рулеттің рецептімен бөлісейін деп отырмын. Видеоны соңына дейін көру арқылы рулеттің жасалу барысын көре алатын боласыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментарий қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Шпинатты рулетті дайындау үшін бізге қажет болады шпинат, ұн және де жұмыртқа қажет болады. Менде шпинатты қатырылған түрі, яғни мен артылып қалса, егерде морозильникке қойып, қатырып қойып жасай берем. Керек жағдайда осылай алып, өзіме керек мөлшерін алып жасаймын. Ең алдымен шпинатты блендерге саламыз. Бұл процесте жасауда шпинатты рулет жасауда міндетті түрде блендер қажет болады. Енді жұмыртқаны сары уызы мен ақ уызын бөлетін боламыз. Ақ уызын бөлек ыдысқа алып аламын. Жылтықты шпинатқа қосамын. Енді татымына қарай аздап тұз қосып жіберемін. Жақсылап миксерлеп шығамын. Шпинатты езіп алдым. Енді белокты миксерлеймін. Бізге қою пена болу керек белогымыз. Кеңге отыз керек болады. Бір лопатка осындай меренганы алып, шпинаттың үстіне қосам, қалған бөлігін ыдысқа құйып аламын. Енді астына үстіне қарай шпинатты осылай жақсылап араластырамын. Енді ыдысқа құямын. Ұн салып жіберемін, 2 қасық. Тағы да жақсылап араластырамын. Массамыз дайын болды. Енді пергамент қағазына құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді қызып тұрған пеште пісіріп аламын. Шпинатымыз пісті. Жақсылап суытып, пергамент қағазынан алып тастаймыз. Астына осындай жақсы сапалы пищевой пленка қолданамыз. Өзімізде керек мөлшерде пленканы алдым. Енді жақсылап суыған шпинаттың үстіне кез келген творожный сырды жағып шығамыз. Міне дайын. Енді ортасына осындай қызыл балықтан қойып шығамыз. Бір бөлігіне ортасынан бастап шетіне дейін қойып шығамыз. Міне, міндетті түрде бір шетіне толық қоясыздар, қалған бөліктеріне майдалап турап салсаңыздар болады. Енді рулетімізді ораймыз. Енді пищевоймен қатты қысып орап шығамыз. Дайын рулетті холодильникке қойып, 2-3 сағатқа жақсылап мұздатамыз. Холодильникке қоямыз, морозильникте емес. Сонымен рулетіміз дайын болады.
Міне рулетіміз дайын болды. Енді ашып, шеткі бөлігін осылай кесіп алып тастаймыз. Өзімізге қажетті бөлігін қиғаштап кесіп шығамыз осылай. Арасындағы слойын қараңыздар, балығы дәл ортасына түскен. Енді тарелкамызға әдемілеп кесіп саламыз. Кез келген дастарханның сәні болатын рулетті жасап, менің рецептіммен жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, өте керемет болып шығады.